Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін біз осындай әдемі өрнекті шарфты тоқып үйренеміз. Егер де сіздерге бұл шарф ұнаған болса, ары қарай қалып менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті жіп ол Alize Mohair Classic. Менде 2 орам осындай. Құрамына және ұзындығына келетін болсақ, 100 грамда 200 метр, түсі 67 және құрамы 51% акрил, 25% махер және 24% жүн. Маған осындай 2 орам қажет болады. Мен бұнда 2 қабаттап осылай тоқимын. Егер де сіздерге палантин сияқты керек болса, 1 қабаттап тоқсаңыздар да болады. Ал менде 6 миллиметрлік ұзындығы лесканың 80 сантиметр. Бұл шарфтың ең бір ерекшелігі оның өрнегінде, сол себепті өрнектің сұлбасын мен сызып алдым сіздерге түсінікті болу үшін. Өрнектің рапорты қараңыздар 10 ілмек, ал биіктігі 10 қатардан тұрады. Мұндағы суреттер нені білдіреді десеңіздер, мына сызығымыз 10 ілмек, одан кейінгі дөңгелегіміз ол жіпті іліп алу, шпұршымыз 2 ілмекті қосып тоқу бірге. Екінші шпұршымыз 1 ілмекті тоқимыз, ал екінші ілмекті сол ілмектің үстінен өткіземіз. Ал шпұршымыз 3 ілмекті бірге тоқу дегенді білдіреді. Егер сіздерге өрнек түсінікті болса, онда ары қарай тоқуымызды бастайық. Енді біз тоқуды бастайық. Ол үшін өрнекке тағы бір қараймыз. Өрнекте бізде 10 ілмектен бір рапорт және 10 қатардан тұрады дедік. Енді 10 ілмектен тұрғандықтан мен қазір 3 рапорт теремін. Яғни 30 ілмек бізде өрнектікі, одан кейін 2 ілмек, шеткі ілмек. Сонда жалпы саны 32 ілмекті теріп алуым қажет. Осылай кәдімгідей классикалық түрде ілмектерді теріп аламын. Менде ілмектер саны айтқандай 32 болады. Міне, қажетті ілмектер санын теріп алдым. Қараңыздар, мынау бізде оң жағы, бірінші қатар оң жағынан басталу қажет. Соны ескеріңіздер. Бірінші қатар бойынша тоқимыз. Бірінші бізде еңді шеткі ілмекті аламыз, одан кейін бір оң ілмек, одан кейін дөңгелегіміз ол бізде накид, яғни жіпті іліп алу, қайтадан бір оң ілмек, одан кейін үшбұрышты тоқимыз, ол 2 ілмекті бірге қосып артқы қабырғасынан осылай тоқимыз. Одан кейін 3 оң ілмек тоқимыз, 1, 2, 3. Енді келесі үшбұрышты тоқимыз. Тағы да бұны мұқият қарап алыңыздар. Бірінші ілмекті аламыз, одан кейін ілмекті оң ілмек етіп тоқимыз да, жаңағы тоқымай алған ілмекті сол ілмектің үстінен өткіземіз. Бұлай. Одан кейін бізде келесі бір оң ілмек және қайтадан накид. Бұл бізде бір рапорт болды. Енді ары қарай біз екінші, дәл осылай екінші рапортты да тоқимыз. Ол үшін бір оң ілмек, одан накид, қайтадан оң ілмек, үшбұрыш 2 ілмекті бірге қабырғасын тоқимыз, 3 оң ілмек тоқимыз. Сосын жаңағы қайтадан үшбұрышты тоқимыз. Осылай біз қатарды соңына дейін тоқуымыз қажет. Міне. Енді бізде екінші қатарды тоқимыз. Міне, мына жерде екінші қатар көрсетілген. Екінші қатар 2, 4, 6, 8, 10 қатарларда осылай барлық ілмектерді теріс ілмек етіп тоқимыз. Тіпті жаңағы накидтің барлығын теріс ілмек етіп, осылай бүкіл қатарларды тоқи береміз. Мұнда мен екінші қатардың тоқылуын көрсетіп жатырмын. Қараңыздар, осыдан кейінгі жұп қатарлардың тоқылуын көрсетпеймін. Ол кезде барлық ілмектерді теріс ілмекте етіп тоқи бересіздер. Енді бізде үшінші қатар, қараңыздар. Үшінші қатар бойынша шеткі ілмекті аламыз. Одан кейін бір оң ілмек, накид. Бізде өрнек бойынша 2 оң ілмек.
Содан кейін үш бұрыш, ол дегеніміз екі ілмекті қосып, осылай артқы қабырғасынан бірге тоқимыз. Одан кейін бір оң ілмек, қайтадан үш бұрыш, ол кезде бір ілмекті аламыз, екінші ілмекті тоқып, сол ілмекті үстінен өткіземіз. Ары қарай екі оң ілмек және накид. Бұл бізде бір раппорт болды. Ары қарай екінші раппортты да дәл осылай өрнектегідей етіп тоқи бересіздер. Бұның еш қиындығы жоқ. Өрнекке қарап отырсаңыздар, өздеріңізге сызып алсаңыздар жеткілікті. Міне біз осылай үшінші қатарды тоқи береміз. Осыдан кейін төртінші қатарды өз беттеріңізбен тоқисыздар, бесінші қатарда кездесеміз. Енді бізде бесінші қатар, қараңыздар, бесінші қатардың өрнегіне қараймыз. Шеткі ілмекті аламыз, екі оң ілмек. Сосын жіпті іліп алу, яғни накид. Одан кейін екі, қайтадан оң ілмек. Енді бізде мұнда үш бұрыш тұр. Оны қалай тоқимыз? Міне, екі ілмекті осылай бізге өткіземіз де, алдыңғы ілмекті, екі ілмектің орнын айырбастаймыз. Міне, содан кейін үш ілмекті бірге осылай тоқимыз. Ортаңғы мына ілмегіміз бізде алдында болу қажет. Одан кейін екі оң ілмек, өрнек бойынша, сосын жіпті іліп алу және бір оң ілмек. Осылай қазір екінші раппортты да тоқып шығамыз. Осылай бесінші қатарды тоқып шығамыз. Алтыншы қатарды өз беттеріңізбен теріс ілмектерді тоқисыздар, содан жетінші қатарда кездесеміз. Енді бізде жетінші қатар, өрнекке қараймыз, қандай ілмектер тұрған. Шеткі ілмекті аламыз. Одан кейін үш ілмек оң ілмектермен тоқимыз. Одан кейін жіпті іліп аламыз осылай. Бір оң ілмек, келесі үш бұрышты тоқимыз. Яғни екі ілмекті аламыз да орын айырбастаймыз. Яғни ортаңғы ілмек алдыға шығады. Содан кейін үш ілмекті бірге бір ілмек етіп тоқимыз, оң ілмек қып. Ары қарай бір оң ілмек, қайтадан жіпті іліп аламыз және екі оң ілмек. Осылай ары қарай екінші раппортты да қайталай береміз. Дәл осындай етіп. Енді 9-шы қатарда кездесеміз. Бізде қазір 9-шы қатар, 9-шы қатардың өрнегіне қараймыз. Шеткі ілмекті аламыз. Одан кейін 4 оң ілмек тұр бізде. 1, 2, 3, 4. Одан кейін накид. Жіпті іліп алу, яғни одан кейін бізде үш бұрыш, яғни екі ілмектің орнынан айырбастаймыз. Ортаңғы ілмекті алдыға шығарамыз. Одан кейін үш ілмекті бірге осылай қосып тоқимыз. Қайтадан жіпті іліп аламыз. Одан кейін бізде үш оң ілмек. Енді ары қарай осы бүкіл қатарды осылай тоқи береміз. Осы алдыңғы раппортты қайталай береміз. Міне мен 10 қатарды тоқыдым. Қараңыздар, өрнегіміз әдемі болып шығып келеді. Енді ары қарай өздеріңізге қажетті раппорт санын тоқисыздар. Сіздерге мүмкін 2 раппорт жеткілікті болады. Не болмаса 3, не болмаса бүкіл шарфты осындай өрнекпен тоқисыздар. Мен ары қарай кәдімгідей тек қана оң теріс ілмектермен тоқимын. Яғни оң жағын оң ілмектермен, теріс жағын теріс ілмектермен тоқимын. Өзіме қажетті ұзындыққа дейін тоққан кезде сіздермен жолығамын да ары қарай не істеу керегін айтамын. Міне мен шарфты тоқыдым. Қараңыздар, 3 раппорт өрнекпен ары қарай оң ілмектермен тоқыдым. Шеттері келіп тұрғаны ол әлі жуылмағандықтан. Одан кейін енді ары қарай біз өрнекті шетін аяқтаған кезде осы өрнекпен аяқтау үшін оны басқа бізге бастап тоқып алуымыз қажет. Міне
мен былай тоқып алдым. Себебі бізде өрнектер бір-біріне симметриялы түрде болу керек. Сол үшін оны жеке тоқып аламыз. 3 рапортты, яғни өзімізге қажетті рапортты, сосын мына шарфқа бір-біріне трикотаждық тігіс арқылы тігеміз. Енді мен сіздерге ары қарай қалай тігу керегін көрсетемін. Олай болса трикотаждық тігуімізді бастайық. Қараңыздар, мен тоқып келгенше мына жақ басында осымен тігемін. Ал мына өрнекті тоқып келген жігім аяққы жақта қалды. Енді инеге жіпті өткізіп аламыз да бастаймыз. Бірінші ілмектің, міне, бірінші осылай артқы жағынан үстіге қарай жіпті өткізіп аламыз. Одан екінші жаққа да дәл солай артқы жағынан үстіге қарай өткізіп аламыз. Бұл бізде бір болды, яғни бір-бірден өткіздік. Әрбір ілмектен екіден өткіземіз. Енді екінші жаққа келеміз де, міне, үстіден артқа қарай өткізіп алдық. Ал екінші ілмектің, міне, астынан үстіге қарай. Енді екінші жақтағы жаңа ілмегіміздің үстіден астыға қарай ілмекті өткізіп шығарып аламыз. Осылай. Одан кейінгі ілмекті, міне, астынан үстіге қарай өткіземіз. Яғни әр ілмектен 2 рет алып отырамыз. Міне, мында бірінші реттен алдық, міне, артқы ілмекті. Мына жіптің барлығы былай астында болсын. Одан екінші жаққа келеміз. Мына жаңа 1 рет алғанбыз, енді 1 рет үстінен астына қарай. Ал екінші ілмекті артынан үстіге қарай жіпті өткіземіз. Ешқандай қиындығы жоқ. Мұқият қарап отырып, осылай тігіп аласыздар. Енді екінші жаққа барамыз да, оны үстінен астыға қарай өткіземіз. Ал келесі ілмекті астынан үстіне қарай. Бізде сонда ілмектеріміз екі жақ қабырғасынан алыну керек те, кәдімгі біздің оң тоқылған ілмектер сияқты болып жату керек. Мына жақты, міне, екінші рет аламыз, үстінен астыға қарай, екінші ілмекті астынан үстіне қарай. Мына жақта, міне, үстінен астына қарай кіргіздік, одан кейінгісін астынан үстіге қарай кіргіздік инені. Осыны жаттап алсаңыздар болды. Бірінші, мына жаққа келген кезде, міне, мынау бізде екінші рет алып жатырмыз жаңа ілмекті. Міне, бірінші рет алған кезде артынан үстіге қарай шығарамыз. Ал міне, мында екінші рет алып ілмекті шығарамыз. Мына жақта, міне, бірінші рет алғанда артынан үстіге қарай іліп аламыз. Енді келемізде, мына жақтың екінші рет жасаған кезде үстінен астына қарай. Осылай қарап отырып, барлық ілмектерді тігіп шығасыздар. Егерде менікі түсініксіз болып жатса, басқа да осындай трикотаждық тігіс деген видеоларды қарап тігіп алсаңыздар болады. Осылай ары қарай соңына дейін тігіп шығамыз.
Міне мен бірталай ілмектерді тіктім. Қараңыздар, қандай болып шықты. Кәдімгі тоқылған ілмектер сияқты, еш айырмашылығы жоқ. Біздің тіккеніміз білінбейді. Жуғаннан кейін тіпті ілмектер жатып, одан сайын түзуленеді. Енді осылай аяғына дейін тоқи бересіздер, тіге бересіздер. Соңында 2 ілмек қалған кезде сіздерге қалай аяқтауды көрсетемін. Міне менде 2 ілмек қалды. Оны осылай үстіден астыға қарай ілмекті өткізіп шығарамыз. Одан менде соңғы ілмек қалды. Оның астынан үстіге қарай ілмегін өткіземіз. Екінші жаққа барамызда ілмекті үстінен астыға қарай өткізіп, оны бізден шығарып аламыз. Одан кейін астынан үстіге қарай өткіземіз. Міне, екінші жаққа келіп, ілмекті үстіден астыға қарай екінші қабырғасын аламыз. Одан кейін екінші ілмекті де үстінен астыға қарай өткізіп, осылай аяқтаймыз. Міне, қараңыздар, бізде барлығы болды. Мына жіптерді, 2 жіп қалды, біреу өрнек жақ тоқ келген жіп, және мына жіп. Оны артқы жағына жасырып тастаймыз. Сонымен осылай тігісіміз аяқталды. Міне, аздап қазір білініп тұр, бірақ та жуғаннан кейін оның барлығы жатып түзуленеді. Сонымен осылай шарфымыз тоқуды аяқтадық. Егер сіздерге менің видеоларым ұнап жатса, менің каналыма тіркелуді және лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған аяулым тек жақсы күндерде жолыққанша.